13 ғасырдың басы ұлы дала үшін жай ғана соғыс емес, этникалық процестердің жаңа арнаға бұрылған түбегейлік өзгерістер кезеңі болды. Темүжин есімді тұлғаның билікке келуі Бытыраңқы тайпаларының басын біріктіріп, ортақ мемлекеттік сананың тууына жол ашты. Шыңғысхан мемлекетті әскери әкімшілік ұйым негізінде құрды. Ол халықты ондық жүйеге бөлу арқылы бұрынғы тайпалық бытыраңқылықты жойып, отандырылған саяси құрылымын енгізді. Ибрагим оны айтқандай, Шыңғысхан құрған мемлекет оның алдына қойған мақсаттарына қарап, толықтай түркі мемлекет болды. Меритократия. Лауазымдық орындарға адамның тегіне емес, қабілетіне қарай тағайындау принципі түрлі ру өкілдері бір саяси мақсатқа жұмылдырды. Бұл саяси консолидацияның басты тетігі болды. Империя көктүріктер мен ұйғыр қағандарының мұрасына сүйеніп, мемлекеттік басқаруда түркілік дәстүрлерді сақтап қалды. Этникалық тұрғыда империяның негізгі қазіргі қазақ халқының этникалық негізін құрайтын Найман, Керей, Қыпшақ, Жалайыр, Қоңырат және Арғын тайпалары құрады. Владимир Белинский айтқандай, Наймандар, Керейлер, Қияттар мен Меркіттер моңғол емес, түркі тайпаларына жатады. Олардың ұрпақтары қазіргі күнде қазақ тілінде сөйлейді. Егер де Шыңғысхан шапқыншылығы болмағанда, жошы ұлысы құрылмағанда, түркі мемлекеттігі де, түркі мәдениеті де тарихи сахнасынан мүлде кеткен болар еді. Зікірия Жандарбек. Ресейлік және кеңестік тарихнама қазақтардың бұл империядағы рөлін әдейі жасырып, Шыңғысханды тек жат-жерлік жалаушы етіп көрсетті. Бұл қазақ халқының елік рухын әлсірету үшін жасаған миф болатын. Мұхтар Мағауиннің пікірі, ол Шыңғысханды алпыр ер деп атап, оның мұрасы қазақ жұртының игілігіне айналуы тиіс екенін баса айтты. Тарихшылар арасындағы пікір қайшылықтары. Қазіргі таңда Шыңғысханға қатысты екі негізгі қарама-қайшылық көзқарастар бар. Түркілік немесе моңғолдық тегі. Кейбір зерттеушілер Шыңғысханның тегі қазақ, ал оның айналасындағы тайпалар түркілік болғанда алға тартады. Екінші тарап, ол моңғол сұлтаны ретінде мойындайды, бірақ мемлекеттің мақсаты мен мәдениеті жағынан толықтай түркілік болғанын айтады. Қатыгез билеуші немесе ұлы тұлға. Әбіш Кекілбаев мен Мұхтар Шаханов оның қатыгездігі мен отыра апатын баса айтса, Мұхтар Мағауин мен Зікірия Жандарбек оны адамзат тарихшының ең ұлы тұлға, алып ер және түркі әлемінің қорғаушысы ретінде бағалайды. Шыңғысхан болмағандығы Евразия тарихы. Дереккөздер талдауларға сүйенсек, Шыңғысхан болмаған жағдайда Евразия тарихы келесіндей болуы мүмкін еді. Түркі мәдениетінің жойылуы. Түркі халықтары басқа ірі империялардың ықпалымен өздерінің мемлекеттігі мен мәдениетінен мүлде айырылып қалуы ықтимал еді. Шашыраңқылық. Ұлы дала тайпалары біртұтас халық болып шоғырлана алмай, ұзақ уақыт бойы бытыраңқы күйде қала беруі мүмкін еді. Рухани дағдарыс. Ясауи ілімі мен түркілік рухани құндылықтары мемлекеттері дегенде сақталуы мен тұрылуы жүзеге аспаған болар еді. Саяси вакуум. Евразия кеңесіндегі бірыңғай заң, әскери тәртіп және сауда жолдарының қауіпсіздігі мұндай деңгейде дамымас еді. Шыңғысхан кезіндегі этникалық және саяси консолидация ұлы дала тайпаларының бір мемлекеттік арнаға тоғысуына және болашақ қазақ хандығының іргетасының қалуына негізі болды.